Ассалаумағалейкум достар. Көбінесе қойылатын сұрақтар кастоправный зиян ба, яғни мынандай омыртқаны ұрғу осы зиян ба деп көбінесе қойылатын сұрақтар. Мен қазір сіздерге детально түсіндіріп кетемін. Омыртқаны ұрған кезде бұл зиян емес, бұл пайдалы болады. Неге қазір сіздерге көрсететін боламын. Мынау фиброзный кальций деген мынау болады. Көрдің ме? Фиброзный кальций деген мына омыртқа ғой, мына омыртқа. Мынау жылы, мынау седалищный нерв. Енді мына жерде бар ғой, пульпозный ядро деген бар да. Пульпозный ядро деген мынау. Пульпозный ядро деген мынау. Енді осы пульпозный ядро былай омыртқа отырған кезде, мына протрузия болып, немесе грижа болып өскен кезде былай өседі да бұл. Бұл мына фиброзный кальций деген бар ғой, фиброзный кальций 6 қабат болады. Осыны жарып шығады да, мына седалищный нерв қысып тастайды. Енді бұл бірінші протрузия болған кезде бұл ішінде тұрады, жармай. Грижа болған кезде жарып шығады да, седалищный нерв қысып қалады. Яғни седалищный нерв қысып қалды деген сөз мінекей. Мынау жаңағы ядро жарып шықты ғой, мынау седалищный нерв сарымен не алған. Көрме қысып қалды. Енді бұның емі кастоправный жасалған кезде осы мынау омыртқа отырып қалды, соның арасы ғана ашылады. Түсіндіңіздер ме? Мінекей омыртқа болатын болса, міне омыртқаның арасы, омыртқаның өзін ұрмаймыз біздер. Омыртқаның арасын ғана ашылады. Сосын неде защемление, ущемление деген болады да. Мысалы, былай защемление болып қалды да, мысалы, мына жаққа тайып кетті, көрдің бе омыртқа? Немесе сол жаққа тайып кетті. Сол жаққа тайып кеткен кезде сол жақтағы нерв, седалищный нерв қысылып қалады. Оң жаққа тайған кезде оң жақтағы седалищный нерв қысылып қалады. Яғни көрдің бе? Мына жақтан мынаның ішінен нерв өтеді да, мынау ядро жарып шыққаннан кейін мына нерв қысып қалады ғой. Соны кастоправный жасалған кезде бұның тек арасы ғана ашылады. Түсіндіңдер ме? Арасы. Сосын грижа бүйтіп засас етеді, 12 күнде кіреді. Немесе ол мына жаққа таюы мүмкін, ущемление болып, немесе мына жаққа оны орнына салу керек. Яғни бұл жерде бұл пайдалы зат. Түсінікті ме? Ешқандай бұған зиян жоқ. Бұл 100% пайдалы зат. Просто дұрыс істеу керек, дұрыс маманға бару керек, дұрыс істеу керек. Екінші, қараңыз, блокада салады, мысалы, бұл блокировать етеді. Түсін, блокада деген сөз блокировать етеді да, мынаның ішіндегі нервқа барады да, сосын былай келеді да, мына миға сигнал береді. Менің белім ауырып жатқан жоқ. Өйткені ол дәрі ғой, обезболивающий. Диклофенак деген уколды обезболивающий. Дикловир, қандай уколдар болатын болса, бәрі обезболивающий укол системалы, олар временно, түсінікті ме? Ертең уколдың күші кеткеннен кейін ол тағы ауырады. Уколдың күші кеткеннен кейін тағы укол аласың, система тағы бір ай жүресіңді, тағы укол система аласың. Өйткені мынаны тайды ғой, мысалы, мына орнына салмай ол емделмейді, достар. Соның үшін ол ешқандай мануальный терапияның зияны жоқ, кастоправныйдың зияны жоқ, ешқандай. Просто бүйірде дұрыс жасалса болды. Сол достар, 100 жасаңыздар, ауырмаңыздар.